Башаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін таң азы мен ұйқымнан тұрып алғам ғой, сөйтіп кухняға келіп, енді ертерек шайымды тақтайын деп тереземді ашып, сүтімді пісіруге қойып, шәйнегімді қойып, дастарханымды жайып, енеме шайын беріп, жұмысына шығарып салдым. Посудаларымды жуып, кухнямды реттеп, жинап алдым да, содан үйімді тазалап алайын деп пылесостап, полдарды, шаңдарды жалтыратып сүртіп алдым. Күйеуім ночқа кетеді деп ертерек тамағымды бастап жатқам ғой, білмеймін не тамақ жасарымды ше. Содан балам кеп қалды сабақтан, уже кеш болып кетті ғой. Содан есікті ашып, күшті көңіл күймен билеп қарсы алғам ғой. Балам жұмыстан келген адамдай болып шаршап келеді ғой мектептен. Сіздердің де балаларыңыз сондай ма? Үй тапсырмасында жазғысы келмейді ғой, әрең жазамыз айқай-шумен. Күйеуім де келді, Ақжанның документтерімен кеткен болатын, садикке беріп жатырмыз. Индиго арқылы алған болатынмын. Және тегін садик, 4 балаларға тегін екен ғой, мен енді біліп жатырмын оны. Кірімді де жайып үлгердім. Балаларға әкесі осындай Актимел алып келген ғой, мәз болып күтіп тұр. Құрамында өте көп витаминдер бар. B6, D3 витаминдері бар, және де ең бастысы иммунитетті қалыптастыруға көмектеседі. Балаларыңызға өздеріңіз күнделікті алып ішсеңіздер болады. Күйеуімнің де жұмысқа кететін уақыты болып қалыпты. Ол кісі деген жұмыстағы столовойдан тамақ жемейді, обедті осылай үйден алып кетеді. Осылай дайындап салып беріп жіберемін, және де Актимел салып жібердім, сізге де ішіп алыңыз деп қуантып жұмысына шығарып салдым.